Көпшіліктің сұрауымен енді әулиелік дәреже, емшілік дәреже, сондай бір тақуалық ата-бабадан, ата тегімізден немесе бір керемет рухтардың қолдауымен болатын осы қасиетті айтады бойдағы, иә. Енді өзімнің соңғы жылдардағы 17 жыл тораптағы қатты өзгерістерге ие болған кезде аянмен қатты өзгеруім, ол аяндарда түрлі маған бағыттарды көрсетуі, ең бірінші намазға келуіміз, құран оқуымыз, одан кейін сол бір әулиелік қасиетті ұстауымыз керектігін, және ол кезде қолдау барысында адамзат баласына шариат бойынша ем жүргізу керектігімізді, және сол нәтижеде тек қана алла тарапынан берілетін үлкен нығметтердің бар екенін айтып отырған кезде мен өз басында сенген жоқпын. Қазір енді бала шағама тиісіп жатқаннан кейін амалым жоқ, осы жолды мойындап